Баршаларыңызға қайырлы күн. Мен бүгін өте дәмді әрі пайдалы горох сорпасының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен пияз, горох, картошка мен сәбізді турап дайындап алатын боламын. Тамақ пісіретін кастрөлге ең алдымен өсімдік майын құйып, үстіне пияз салып, жақсылап қуырып алдым. Қуырылып жатқан пияздың үстіне көбіктеп туралған морковты қосып, араластырып, үстіне тағы да біраз қасық томат пастасын қосып, жақсылап араластырып қуырып аламын. Алдын ала бөлек қазанға осылай етті салып пісіріп дайындап алдым. Қуырылып жатқан подливтің үстіне дайын болған сорпаны құямын. Дәміне қарай бұрыштарын қосып, жақсылап араластырып, үстіне горох саламын. Горохты 1 сағат шамасында пісіріп аламын. Горохтың пісуіне шамамен 1 сағаттай уақыт кетеді. Горох піскен кезде жарылып, езіліп піседі. Қатты отта емес, баяу отта қайнатамын. Қайнап жатқан сорпаның үстіне дәм кіргізу үшін 1-2 штук лавр жапырағын қостым, ол міндетті емес. Баяу отта 1 сағаттай горохты пісіріп алып, үстіне картошканы саламын. Барлығын араластырып, толық піскенше жарты сағатқа қалдырамын. Қажетті ингредиенттерді описание бөлімінде қалдырамын. Пісіп дайын болған горох сорпасының үстіне алдын ала турап алған етті қостым. Осылай менде горох сорпасы дайын болды. Сіздер де тура осылай дайындап көріңіздер. Дәмді әрі пайдалы. Менің каналыма қолдау білдіріп, лайк басып кетіңіздер. Пайдалы әрі тәтті рецепттермен бөлісіп жүрмін. Қараңыздар, горох суп дайын болды. Осындай күшті болып пісті. Яғни горохтары жарылып, осылай пісу керек. Сіздер де тура осылай жасап көріңіздер. Ағзаға пайдалы әрі өте дәмді.